Саламатсыз ба, апай, қалайсыз? Саламатсың ба? Таныңыз ба? Дамир Бейсенбаев. 2004 жылғы жас түлек, 11Б. Дамир. Сен ана Әлшермен бірге отырмап па едің? Дәл сол. Әрине таныдым, қалың қалай? Жақсы, апай. Апай, есіңізде ма? Ана жерде отырған кезде сіз маған, «Ей, Дамир, сен өскенде адам болмайсың. Сенде болашақ жоқ деушіңіз ғой». Я, есімде. Әлі сондай. Болашақ жоқ екен ғой, апай, менде. Мен адам болмай деген ғой. Ұстазым менің ұстазым. Дакенти деген сен ба? Иә, мен. Не болды? Мә танысу үшін сені қанша болды іздеп жүргенме, танысайықшы? Ренжімеңіз, қарындас, танысамаймын, менің қызым бар. Қызыңда не? Менікінде гелик, квартирасы, жұмысы бар ма не? Еще мен сияқты әдемі ма? Ода онда ештеңе жоқ. Ода махаббат бар, және дене бар. Енді осыдан кейін Дамирге жолайтын болсаң, айырам. Бірінші қақта жұмыс істейтін біліп ал, бізде де мынандай гелик пен ақша болсын. Ал айт. Мен Айба және компаниясында жұмыс жасаймын. Маған ол жақта аптасына айлық төлейді. Және бізде миллионға дейін жетуге болады. Бізде тағы да дастарханнан пәтерге дейін деген жоба жүріп жатыр. Ол үшін сен Жұлдыз деген қыздың командасына қосылу керексің. Жұлдыз бұдан былай менің командама қосылсын. Кеттік жан, гелик енді біздікі. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. And the way I feel, can't stand it. Қандас, настроение түсірмеңіз. Сізге лайық емес ана жігіт. Байдың жігіттері өздері сондай ғой. Иди в задницу. Кешіріңіздер. Қалайсың, апай? Құтты болсын, апай. Саламатсың ба? Сен кім едің? Өле, апай, қалай кім? Мен ғой Дамир Бейсенбаев. Жоқ, танымадым. Постоянно кешкі қаныңыз ішеді ғой, білесіз ба? Ой, айтылды ғой саған танымадым деп. Мұнамыз болмады, апай. Білесіз ба, апай, екі алып басын тұрып, оны жарып жібередіңіз ғой, апай. Сен өзің не айтып кеттің? Апай, мен сізді білесіз ба, дышақ емес, күйеуіңізге айтып, ажырастырып жібередім ғой, апай, есіңізде ба? Ақ сволочь, Бейсенбаев, сен ба? Мен ғой, апай. Апай. 10 жыл құтты болсын, апай. Ұстазым менің ұстазым. Девушка, можно с вами познакомиться? Жоқ. Девушка, у меня машина, квартира есть. Жоқ, таныспаймын сенімен. Ну, смотри. Бұл бай емес, бірақ қазақша сөйлейді. Я казахша сөйлей, бауырым. Что там, Жан, не істейміз, қақа барамыз? Кино барайық. Киноға? Қазір үйге кіріп шығайын, Жан. Жан, кеттік киноға. Жан, кинодан KFC-ға барайықшы. Барамыз KFC-ға, Жан. Пожалуйста, қыз KFC-дан шыққан Аймега бар киім алайықшы. Барамыз киім алуға, Жан. Жан, неге мен қайта-қайта айтқан сайын неге кіріп келе бересіз? Просто шын айтайыншы саған, Жан. Мен мамам BG Форсаж деген жобада жұмыс жасайды. Жанат деген ханыммен бірге ше. Жанат ханым айына 1 миллионнан аса ақша табады. Мен мамам 2 ай болды кіргенде 300-400 мың табады уже. 21 күн сайын ақша береді. Сол енді сен көңілін қалдырмайын деп мамамнан ақша алып отқан Жан. Сіз де жігітім болғаннан екен, рахмет. Жан, мамаммен таныстырамын деп едіңіз ғой, заодно бірге жұмыс істейміз. Қайреке, қазір ақша берші. Жоқ, и так 5 жыл бұрын алған ақшаны әлі қайтарған жоқсың ғой, жоқ ақша саған. Жеше, қазір ақша берші. Мен келін болып түскен кезде алған ақшаны әлі қайтарған жоқсың ғой? Кешіріңіз. Братан. Бір, екі, айта берсең тұр. Ақша берші. Ақша жоқ, сұрама, ренжіме. Өмір жоқ қой сендерде. Осы үйде бөтен адам сияқты ешкім бермейді маған.
Арманым орындалып, көп ақшам болса екен. Құрметті Дамир Бейсенбаев, біз сізді Биджип Форсаж проектісіне шақырамыз. 20 күн сайын айлық, шетелге жолдамалар. Менің есімім Айнұр ханым. Хабарласыңыз. Аға, жеңге, қайрат. Ақша жоқ. Зато менде бар. Tamam.